Ассалаумағалейкум. Берейін подписчиктеріне. Жанды сәлем. Мен настройка істеп жатырмын қазір. Bir sekund. Елдер көбісі ойлайтын шығар жаңа. Ой, бұлардікі оңай деп, типа, блогер болу оңай деп. 15 минут болды. Настройкаларымызды жасап атқанымызға. Настройка жасап жатқанымызға 1 сағат болды. 1 сағат. Ары-бері қозғалып сет ұстамайды. Иә, сет ұстамай қалып, бүйтет. Ровно 11-де шығуымыз керек, уже 11-ден қанша 16 кетіп қалыпты. Дакеңнің де подписчиктеріне жалын сәлем, Алматы қаласынан Қазақ таксидің атынан. Не істейміз, линияға шығамыз ба, Даке? Линияға шығайық. Бүгін енді ережелерді айтайық. Достар, бүгін біз жеткізу тарифында жұмыс істейміз. Курьерді өшіріп бастаймыз. Қалай курьерді өшіреміз десеңіздер, бейнероликті аяғына дейін көріңіздер, айта кететін боламыз. Тек қана доставка 8 сағат жұмыс жасаймыз. Қазір 4 сағат, 1 сағат демалып, тағы да 4 сағат, 8 сағат кезек. Шақырымызды уақытымызды нөлге қоямыз. Енді уақыт белгілі 8 сағат шақырым, неше шақырым жүреміз. Қандай табыс табамыз. Алматы Астана бәйгесі жеткізу тарифі бойынша негізі тәжірибе десе де болады, эксперимент. Бағаларын көреміз. Алматы қалай, пропуск қалай, Астана қалай, пропуск қалай, неше тапсырыс көреміз, орындағыға табысымыз қандай болады екен. Бүгін жексенбі, менде пробка 1 деп көрсетіп тұр приложениеде. Сосын приоритет бойынша. Менде приоритет 15. Менде мына жерде машина, көлік брендированный, термокороб, рейтинг және экспертность. Кішкене сізде Дамежан, Таке, сенде қандай? Менде 13 приоритет. Термокороб плюс 4, медкнижка плюс 2, серебро плюс 1, рейтинг 4.95 плюс 3 и эксперт плюс 3. Сонымен 13. Менде брендинг жоқ және платина жоқ болып тұр. Әсіресе 19-20 сондай болушы. 22 болушы. Все, қосамыз ба линияны? Кеттік па? Линияны басайық. Кімге бірінші түсетін көрейік. Менде сосын еще, может, чисто безнал қосамыз, өйткені наличкеде кейде жаңа проблемный заказдардың көбісі наличкеде болады ғой. Соны... Менде безнал тұр. Менде де безнал. Все. Менде де чисто... Мультизаказбен жаңағы нелерді араластырып жіберетін болыпты қазір. Наличный мен безналичный араласып бере беретін болған. Алдында бір-екі клиенттен енді мультизаказ болғаннан кейін, ой, все, мен алдымда безналичка шығар деп бәрін беріп кетсем, соңында, короче, айтқандай мультизаказ менгі 550 мен түсіп жатыр. 4 адрес. Мультизаказ деп едім, мультизаказ түсті. Все, кеттік онда, да, ке? Онда, обедке қарай 3-тен кейін хабарласамыз да тағы. Все. Жақсы, жол болсын, удачи, да, ке? Астаналықтарға. Давайте. Бірінші тапсырысымыз мультизаказ болып келді ғой, доставка. 3380 теңге деп тұр. Біреусі наличный, біреусі безналичный болып кетті, не үшін екен. Өйткені маған пассажирный звондап жатыр. Біреу мынандай шоколад, клубника в шоколаде. Хит болып жатқан, екінші сандай бір пакет. Алло. Бердім болды. Алып кеттік. Ау? Қалай? Болды ғой, мен аяқтадым ғой, қазір ғана бердім ғой. Мың рет звондады ғой, ё-моё. Мың рет звондады. Келем дегенше. Здравствуйте. Пекло сегодня. Да. Вообще пиздец.
Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Бұл арнада мен өзімнің таксидегі жинаған тәжірибеммен және жұмыс барысымен бөлісіп жүрмін. Видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны айландырмай, желательно көрсеңіздер. Және сұрақтарыңыз болса сұрақ қойып, комментарий жазып кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Так, екінші тапсырыс замороженный қазы мен ет біреу ет асайын деп жатыр. Короче, 26 минут дейді, 18 километр. Бағасы 2880 теңге. Екінші тапсырыс. Мультизаказды есептегенде үшінші тапсырыс болады ғой бұл. Бүгіндікке 2880 теңге. Ары қарай кеттік. Кішкене қызып кетіп жатыр. Камерам да, телефоным да. Опа, 1500 теңген оценкамен кеттік. Азар жоқ. Маңдай баклажкадағы сүттер 6 баклажка. 13 минут жол. 6-да 3 бағасы 2610 теңге. Так. 450 дейді. Оценка кеттік. Мегада мынандай электронный сигарет. Так, баратын жеріміз 5 минуттық жер, 1,4 километр и 1190 теңге. Короче, магазинге кірем, Glow деген меганың ішіндегі. Сөйм, клиент звондайды. Айтады, мен сізге Каспиге жібере салайыншы дейді да. Сіз маған андай-мындай сатып алып беріңізші. Мен айтам, менде Каспи жоқ, тем более мен үйтіп не алмаймын деп ше. Все, онда сіз магазинге кіріп, мен сізге звондаймын, қыздарға трубканы бере салыңызшы дейді. Сонымен жаңа продавщицаларға берем. И анау Каспидің терминалы бар ғой. Жаңағы сумманы жазады да, и анау сол прямой анау кісіге төлеуге жібереді ғой. Мен қандай дамып кеткен заманда өмір сүріп отыр ғой. Каспиге вообще респект. И ана жақтан төледі, то есть менің Каспиіме ештеме салған да жоқ. Мен ары бер жүгірген де жоқпын. Магазинге кірдім, трубканы бердім. Анан бер деді, бәрін пакетке салды, счетты жіберді. Бақ анаяқтан төледі. Сондағысы баратын жеріміз 5 минут. Мына жерде бір кафеде ма, бір жерде отыр ғой деймін. Сонымен айтам да, осыдан бір 10 жыл бұрын бұндай адам миына кіріп шықпайтын нәрсе ғой, по идее, 1340 теңге болды, жаңа ожиданиялармен бірге. И еще не. Қазір бұны Яндекс 2200-ге туралайды. Неге десеңіздер, мына жерде қазір не бар? Обед сағат 2. Даже 3-ке дейін қылып жасап қойыпты. 12-ден 3-ке дейін минималкасы 2200 теңге. Как раз 3-те біз обедке тоқтаймыз деп келіскенбіз Тамижанмен. И міне 4 тапсырыс, біреусі мультизаказ уже 9195 теңге. Не үшін мен линиядан шыға жүрдім. Кеттік ары қарай. Все түсіндім мен не үшін линиядан шыға жүрген. Жаңа паркинг арқылы өттім ғой меганың ішіне. Интернет ұстамай қалды. Интернет ұстамаса, қазір линиядан шыға жүретін қылып жасап қойған ғой деймін. Кэфсіз түсіп жатыр, бірақ 2200 теңгеге болады негізі минималка. Алыс емес мына жерде. Коко деген неден 12 минут 1050 теңге деп тұр, бірақ 2200-ге туралайды. 4,4 километр 11 минут жер. Завершить. Телефон қызып жатыр. Қатып жатыр бәрі. Так, 1050 теңге міне қараңыздар. Ыстық. Күн суық. Міне 10980 теңге болды бүгіндікке. Соңғы заказ.
1200 кеттік. Мә, әдейі бір нәрсе беріп. Короче, 15 километр 25 минут. Багасы 2790 теңге кеттік. Короче, келдім, бердім заказды, беріп қойдым уже. 2880 теңге ожиданияға тағы кішкене қосылып тұр, ары қарай кеттік. Сағат 3-тен 6 минут кетті қазір. Түскі асымызды ішіп аламыз. Қазір Дамежан звондаймын деп еді. Бұл мерей алып тұрып қысын. Мерей, мен бірақ жол жөнекей жүрем. Да? Жүріп бара жатсың ба? Мен өйткені уақыт өнемінен деп тамақты үйден Қазір, дауысын шығарайыншы. Так, давайте былай қылайық. Сағат ровно 4-ке дейін түскі асымызды ішіп аламыз ғой, Иә. Короче, пока менде мынандай болып тұр. Қазір мен көрсетейін былайынан да камераға. Короче, 6 заказ 13258 теңге, біреусі мультикпен келді. 7 вручение бердім ғой қолға. Бәрі безналичный. Пробегім 76 болып тұр. 76. Так, енді мен қара, жазып алып. Давай. Камераны ауыстырайын. Так, мен 6 заказға 9802 теңге. Бұның екеуі эконом, алтау доставка, одиночный, мультиксіз. Шақырымды қазір көрсетем. Шақырым 54 шақырым екен менде қазір мен көрсетейін. Міне 54 шақырым екен. Ну, примерно сонда жаңағы не болып тұр ғой, суммасымен. Примерно пробег сумма бірдей болып тұр, по идее, да? Иә. Все. Ага. Так, менде екеуі эконом болды. Мен шыдамай көп заказ күтіп отырдым да, эконом. Менікі барлығы тоже безналичный. Понял. Даке, все онда. Давайте сағат 4-те тағы связьға шығамыз, тамақ ішіп алайық тез. И 4-тен ары қарай неге, да? Басамыз 4-тен ары қарай. Все, аха. Осылай хабарласайық. Хорошо. Хабарласайық сағат 4-те. Хорошо. Бастап кеттік. Мен де үйге жақындап қалдым. Все, жақсы. Все, давай, ас болсын. Давай, саған да ас болсын. Так, бүгінгі түскі ас айран, донер, куриный, 1650 теңге. Так, қанша болды сағат? 4-тен 5 минут кетті. Мен 8-ге дейін жұмыс жасаймын, сен 4 сағат. Балансын жұмыс болды. Так, все, кеттік па онда? Линия қоса берейін ба? Менікі вообще, мен тимедім уже. 3 күн болды тек қана осы тарифпен жұмыс істеп жүргеніме. Жігіттерді қосылды ма? Жоқ, қосылмады оларда да. Басқа фактор. Мен де балыққа дайындалып кеттім. Тез. Опа, маған уже сразу доставка. Жақын жерден түсіп жатыр. 50 теңге наценка. Кеттік. Алматыда заказ көбірек дейсің ғой. Базар жоқ Алматыда заказы. Біз 10-15 минутта күтіп отырмыз заказды. Может, наличканы қоса саласың болмаса? Міне ақшаны шешіп көрмей. Ау? Даке? Все, мен кеттім. Наличканы қоса бер болмаса. Ұзақ күтіп қалып атсаң. Ана, бір экономды алып алайын, бір эконом. Общий 3 экономды аға сатып тастаймыз. Все, болды онда. Кеттік онда. Все. Жақсы. Да. Что-то мынау заказ вообще ұнап тұрған жоқ. 1930 теңге дейді. 30 минуттық жол, 18 километр. Royal Tulip. Кәпсіз түсті ғой, 50 мен түсті. Үстіп, енді көлеңкездеп жүретін боламыз. Royal Tulip'ке алып келдім. Қосылатын шығар дедім, қосылмады, прикиньте. Ал енді сенімді парк іздеп жүрген болсаңыздар, мен сіздерді iTaxi'ге тіркелуге шақырамын. WhatsApp номер бар, мына жерде шығады қазір. Видео сипаттамасында бар, ең бірінші комментарийда болады. Сол жерге жазсаңыздар, мен сіздерді кез келген қаладан, кез келген тарифке тіркеп бере аламын.
жаңағы iTaxiге, сосын адал ол iTaxiдің филиалы, то есть дочерний компаниясы сияқты, просто условиялары бәрі бірдей, ешқандай айырмашылық жоқ. Просто аты ұнағаннан кейін мынандай зат бар. Мына ат маған ұнайды дейді да, сол атты бренд қылып өзіне сақтап алады. Қазір менде мысалы Қазақ такси деген уже менің брендім десе болады. Қазақ такси деген кезде ассоциация болады ғой. Сол сияқты жаңағы адал деген оларға ұнады. Честный, адал, сол атпен жаңағы парк создавать етіп қойған ғой. Ешкімді қинап жатқан жоқпын. Мен сәлі паркты рекламировать етіп бастасам болды. Коммент, хейт төгіледі. Сол үшін ешкімді қинап жатқан жоқпын. Егер менімен связьда боламын десеңіздер, жаңағы мен бір талай адамға еще кейбір жерлерінен жаңағы дұрыстап берген, реттеп берген кездерде болған. Егер қазір көріп отқан адамдар болса, менің көмегім тигер. Сіздер неге жазсаңыз, комментарийға жазып қойыңыздаршы. Болашақта және мен тағы бір адам жалдап жаңағы номерге отырғызып қояйын деп жатырмын. Сол адам жаңағы рассылка жасап отыратын болды. Әртүрлі акция кездерге сіздерге жаңағы уведомление келіп отырады. Міне осы күні осындай акциялар болып жатыр деп шығып кішкене нелеріңізді, табыстарыңызды көбейтіп алсаңыздар да болады. О, әкен, мен төмен қарай кетіп қалдым. Ёптігідік. Мынандай заказ бірінші рет алып тұрмын. Мынандай чемодан, мынандай көйлек, мынау көйлектің ұзындығы білмеймін, мен бойыммен екеуі шығып тұрады. Киіп алсаң прикинь. Платное ожидание болды. Блин, адамдарға таңғаламын. Заказ беріп жатты өздері, жоқ телефондарын қойып, өзінің тірліктерімен ары-бер. Біз болсақ мына жақта іздеп, тойхананың ішіне кіріп іздеп тауып алдым. Биші қыздарды. Уже Төлебиге келдім, Восточкамен, думан жақтан. Заказ жоқ, мен телефон перезагруз етіп жібердім. Қысып кетсе керек. Кейде вроде бәрі істеп тұрған сияқты болады, бірақ GPS ұстамай қала ма, или сені Яндекс көрмей қала ма. Арасында осындай бірбәлелер болып тұрады. Айттым, ол сразу түсіп жатыр, көрдіңіздер ме? Перезагрузка жасадым, сразу түсті. 2 пакет ет. Так, посылка получена. Ё-моё, жердің бір жері ғой мына. 1940 теңге дейді еще. Короче, мынандай бір жерге келдік қой. Асты тиді май машинаның. Асты машинаның плотно тиген кезде андай. Тісің ауырып кетеді ғой, білесіздер ма? Так, аяқтаймыз ары қарай. Мына жақтан шыға ма екен енді заказа. Волнадан 2 пакет алкоголь. 1330 теңге. Жол 8,5 километр 15 минут. Енді Яндекстің несі бонусы туралы еді 2000 ба, қазір қарау керек, даже қанша болып жатқан. Аспан Сити дейді ғой мына жақта. Ой, Талгарский трасс. Қаланың шетіне шығып кеткенсің ғой. Бұл жақтан бір нәрсе шығады ма екен? 1330 теңге. Ал тарифі 1330 теңге болды ғой. А былай негізі қазір данный момент. Сағат 5-тен кешкі 8-ге дейін 2200. 2200-ге туралайды енді. Туралай енді дегенсің. Қазір. Соңғы заказ 1774 теңге. Алдындағында сөйтіп туралаған етін. Мен бүйтем ғой деймін. По деламды қосып қайтадан центрге қарай барам. Сұяққа қарай бір заказ беріп жіберсе, сұяқтан ары қарай домойды қосып бір заказ алып кетсем. Хитрый план болды ма? Кеттік онда сөйтейге. По делам іштеме бермей қойды. Мен анау Восточкаға түскен кезде, мосттан түскен кезде өшірдім да телефон перезагруз етіп қайтып қосып едім. Міне қазір заправкаға кіріп күттім. Үйге қарай беріп тұр, мамырға қарай. Менің районыма қарай. 600 теңге наценкамен түсті. Сонымен примерно осымен аяқталатын шығар. Сағат 8-ге дейін дегенбіз. Дәмежанмен жарысатын уақытымыз. Как раз сол 8 болады. Қайда ұшып бара жатыр деп. Страшно опасно дейді мынау нелер Восточкадағыша. Машиналармен өтіп жүреді ғой. Уже линиядан шығып қойдым. Сонымен қорытынды жасаймыз. Интересно, Дәмежанда қалай болды екен? Менде обед кейін да жақсы болды да, 3-ке дейін, 3-тен кейін. То есть обедтен кейін жаңағы слабый болып қалды. Вообще не түспей қалды, кайф бермей қалды. Так, букет гүл
16 километр 26 минут 2550 теңге. Слабый болып кетті ғой, даже наценкінің өзі слабый. Даке, шо тағам, қалайсың? Айттым ғой сол үшін ғой, күн батып кетті, мен бір свет бар жер тауып алып күтемін сол жерде деп айтып атқаным. Иә, сол ғой. Жоқ, еще часовой поезд бар ғой еще. Часовой поезд влиять етеді ғой еще. Мен ана өзім камерама жазатын болдым, тағы да попробую. Мен де солай істеп жатырмын. Короче, андай енді бүгін бірінші рет мынандай эксперимент болып жатқаннан кейін кей жерлерде техникалық ахуалдар болып қалса ренжімеңіздер. Келесі жол бәрін жөндеп не қылатын боламыз. Келесі жол болғанда давайте сіздер подписчиктердің арқасында ғой бәрі болатын нәрсенің бәрі. Лайкты аямай, комментарий жазып, сұрақтарыңыз қойып тастаңыздар. Жоқ, қорытындылаймыз ба? Қорытындылайық, сосын комментарийда, достар, комментарийда жазып кетіңіздер. Мерейге де, маған да қандай тарифта байге жүргізейік, таксида, эконо. Енді мерейдің жағдайына байланысты, пока машинасы жөнделмегенше. Курьер болып, тек қана курьер, мүмкін пеший курьер болып, вело курьер болып. Айтып пікірлеріңіз қалдырып кетіңіздер, қандай пікірлер болып жинайды, сондай. Вольт болса, вольтпен жарысып көруге болады. Сосын не бар еще? И индрайвты да көруге болады қазір. Индрайвта рейтингті уайымдамайсың ғой жерде смело. Мен алып кетер. Индрайвда екі аккаунтта істеймін. Онда бейнероликті жазам деп жүрдім де инстаграмға салғам стористармен сменамды. Короче, біреу курьерка, біреу такси. Курьеркамен дальний заказ алып алған, бір қалан шетінен екінші шетіне. И таксимен жол жөнекей 2-3 заказ апарып тастаймын. Сонда туда-обратно үй жақтан правый берегке қарай 3-4 рейс жасаймын, сонымен 15-20 мың теңгемен қайтып кетуге болады. Все, можно. Менде де екі аккаунт бар индрайвта, если что, индрайвпен. Видеоны ұзартпай қояйық, онсыз да ұзақ болатын сияқты, я? Давайте қорытындыға кетеміз ба? Так. Видео ұзақ болады. Мен бірінші айтып жіберейін ба? Күн батып кетті. Так, мына бүгінгі пробег 179-ға жақындап қалды, шақырым. Сонымен бүгін жасаған тапсырыстар 11, біреусі мультик болып келді, 12 ғой, в общем, вручение. 22.400 и плюс 1000 теңге жаңағы цельге береді маған. 1300 теңге емес па? Жоқ, бізде 1000 теңге почему-то. Термосумкасы барларға. Алматыда осында. Бізде 8 врученияға 1300 теңге. 8 врученияға, ал 13 врученияға 2300, 17 вручения 3500, сөйтіп 6000-ға барады ғой 25. Так, енді сенде қандай болды? Менде, менде көрсетейін, көрінетін шығар, қазір камерамды ауыстырайын. Менде кәдімгідей жап-жарық екен. Айтып тұрмын ғой сол. Жер домалақ деген, жер домалақ емес дегендерге осы видеоны көрсету керек. Менде міне 13 тапсырыс 21492 теңге, и то онша емес болды бүгін. Бұл жана эконом бар я еще арасында? Ішінде 3 эконом бар, примерно 2,5 теңгеге. Онда екі чисто доставкамен аздау болып тұр. Бірақ менің сменам онша емес, негізі Яндексқа қалай? Біресе бар, біресе жоқ қой. Иә. Бір күні жақсы береді, екінші күні онша емес. Мен мысалы алды күні 12 сағатта 41 мың теңге істеген доставка. Мощно. 20 тапсырыс. Негізі ондай табыстауға болады. Жүрген шақырымым 111 шақырым, 111 километр. Ну, километр дұрыс болып тұр ғой онда. Менде 180 болып тұр ғой почти. Километрмен сіз ұтып отырсыз ғой, короче. Сен де берем. Менде расход 12 литр, сонда примерно 3000 теңге ғой бензин. Менде де примерно мынаған енді уже 20 литр жек қойған шығар. Менікі 1-4 болғанымен бүгін
өңкей подиум бір жерлерге кетіп қалдық, короче, жердің бір жерлеріне барып қайттым. А Европолис деген не бар, сояққа 2 рет барып қайттым, по-моему, бүгін. Сонымен бензин расход, мен еще кішкентай болып крокодил мынау жейт кәдімгідей. Сонымен расход обед 1650 теңге болды. 2 баклажка сушняк кетті. 500 теңгеге алған литровый су. И бензинге сонда 4000 алып тастасақ, маған қалып отқан сонда бүгін 6000 алып тастасақ, 16000 қалып тұр. 16000 8 сағатқа. Ну, примерно менде всегда осындай болады, сағатына 2000 теңге таза қалатына. Так, мысалы, таксимен салыстыра кетсек те, таксиде сағатына 2-2,5 мың среднем. Сонда 20 мың теңге табады ғой, 2,5-ға көбейтсек, 20 мың теңге, тура 20 мың теңге бензині бар. И таксиде, мысалы, 200 шақырым болып кетеді ғой, 200-250 шақырым, 300 шақырымға дейін барады, 12 сағат жұмыс. Ондай бар, Мысалы, такси көп сұрақтар қойып жатыр, Мерей, мысалы, көп комментарийлар Инстаграмда жан-жақта осы таксимен доставканы салыстырып жатыр да, қандай баға. Негізі бірдей, бүкіл расходтарды есептесек бірдей. Доставкада бір жақсы, андай амортизация машина, бір жылдық жұмысты салыстыратын болсақ, так водитель таксимен, енді амортизация машина газ келеді, өйткені километражы 2 есе аз болады километраж таксиде, мен байқағаным. И мысалы мен бүгін мотовремя засекать еттім, 8 сағат жұмыс істедік қой. Менде мотовремя 5 сағат 37 секунд, 37 минут машина мото алып тұрды. Сонда ал егерде таксида 8 сағат жұмыс істейтін болсам, 8 сағат машина мото алып тұршы. Все, түсінікті. Енді видеоны қатты созбайық, подписчиктер, біз Дамижанмен анда-санда тиктокта эфирға шығып отырмыз. Сояққа кіріп әңгімені жіберсек болады, по идее. Сол үшін жазып қойыңыздар. Хронометраж осып кетсе де ұрысып кетеді. Тағы доставканың бір айырмашылығы мен қазір көрсетіп жіберейін. Мынандай плюсы бар ғой бұның. Енді кішкене қимылдайсың, пробег, менің пробегім бүгінгі 4000 шақ қой почти. Жаңағы не отыра берген болмайды ғой, күніне рекомендация негізі 3 километр жүру керек екен адамға вообще. Сол үшін бұл жерде кішкене қимылдайсың. Мен азып кішкене адам болып қалдым, спорт болып қалды ғой маған. Денсаулыққа пайдалы. Болды онда, Даки, давайте қорытындылаймыз. Келесі видеоларда жолыққанша, давайте. Примерно ничья болды. Ну, по идее, менде километр көбейіп кетті негізі. Да, а так расход көп менде. Табыс чистый, прибыль примерно одинаковый. Мен еще тамақты үйден іштім. Үйленгендер үйден ішпесе, сосын кешкісін тағы ішамай қалады ғой. Давайте. Все, Даке, давай. До связи. Все, жарайды. Рахмет, давай, на связи. Жақсы, көрермендеріңізге де тоже салам от меня. Так, ағайындар, қалай сіздерге формат? Ұнап жатса, давайте барлықтарыңыз от души қолдап жіберіңіздер. Лайк, комментарий, видеоның басынан аяғына дейін көріп, айландырмай. Және жаңағы бөлісетін жерлер болса, бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Және менің TikTok, Instagram'ыма да жаңағы астында сілтемелер болады. Дамижанның каналына да сілтемені қалдырып қоятын боламын. Келесі видеода жолыққанша барлығымыз аман есен сау болайық, ағайындар.